Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын және де бір жасағаннан ақ шығатын панкейктер жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен керекті заттарымыздың барлығын видеода көрсетілгендей етіп араластырып дайындап алатын боламыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Және де ұнды осылай бірден үстіне салып жіберіп, жақсылап араластыратын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, осылай үстінен кез келген маргаринімізді осылай ертіп құйып жіберетін боламыз. Және де жақсылап араластырамыз. Табамызды қатты қыздырмаймыз және осылай аз мөлшерде құйып пісіріп алатын боламыз. Қарап-қарап тұрыңыздар, өйткені екінші жағы тез пісетін болады. Міне осымен барлық панкейктерімізді пісіріп алдық. Менде бұл жерде 20 данасы шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.